Ассалаумағалейкум құрметті оқушылар. Қазір біз математикалық сауаттылықтан нұсқа талдайтын боламыз. Сіздермен бірге орынбасар Бақытұлы. Кеттік. Алғашқы есеп. Мұнда x пен y-тің екеуінің көбейтіндісін табуымыз керек. Бірінші заңдылықты табамыз. Мұнда қандай заңдылық орындалған? Ең бірінші 3 қосылған, 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады, 5-ке 3-ті қоссақ x-іміз 8 болады. Оған 3-ті қосатын болсақ y-іміз бізде 11-ге тең болады. 11-ге 3-ті қоссақ бізде 14, 14-ке 3-ті қоссақ 17, мінекей сәйкес келіп тұр. X пен y-іміз сонда 8 пен 11 екен. Сонда біз x-қа көбейтеміз y-ті, 8-ге көбейтеміз 11-ді. Сонда 88 деген жауабымыз дұрыс екен. Бұл есепте v деген жауабымыз дұрыс, бірінші есеп. Келесі екінші есеп, бұл жерде сандарының ішінде әр түрлі 3 жай санның көбейтіндісі түрінде жазылатын сан дейді. Мына сандарды көбейтішке жіктеген кезде солардың ішінен әр түрлі 3 жай санның көбейтіндісі түрінде жазылған санды тап деген жауаппен жұмыс істесек болады, немесе мынаны көбейтіштерге жіктеп шықсақ болады. Мынаны көбейтішке бірінші жіктеп шығайық, қараңдар. Мұнда 26-ны көбейтішке жіктейтін болсақ, ол бізде 2 мен нешенің? 26 ол 2 көбейтілген 13 деген 2 жай санның көбейтіндісі. 36 ол бізде 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3 деген жай сандардың көбейтіндісі. 50 деген ол 2 көбейтілген 5 көбейтілген 5 деген жай сандардың көбейтіндісі. 66 ол 2 көбейтілген 3 көбейтілген 11 деген жай сандардың көбейтіндісі. Енді жауапқа қарайтын болсақ, әр түрлі жай сандардың көбейтіндісі қайсысы болып тұр? 26 ол 2 көбейтілген 13 деген жай санның көбейтіндісі. 50 деген ол 2 көбейтілген 5 көбейтілген 5 деген сандардың көбейтіндісі, жай сандардың көбейтіндісі. 66 ол 2 көбейтілген 3 көбейтілген 11 деген жай сандардың көбейтіндісі. 36 ол 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3 деген жай сандардың көбейтіндісі. Әрқайсысы әртүрлі 3 жай санның көбейтіндісі қайсысы болып тұр? Жауаптың өзінде өзі біреу-ақ сәйкес келіп тұр. Әртүрлі 3 жай санның көбейтіндісі. Әртүрлі 3 жай сан қайсысы болып тұр? Тек 66 ғана сондай, қалғандары өкінішке орай олай емес. Яғни 2, 3, 11. 2, 3, 11 деген сандар мінекей мына сандардың ішінде бар жай сандар. Солардың көбейтіндісі болып тұр. Мінекей осы 66 ғана, қалған сәйкес келмейді. Әртүрлі 3 жай санның көбейтіндісі болып тұрған ешқайсысы ондай емес жауап. Сондықтан 66-ны таңдаймыз. Кеттік келесі есепте медианасын тап деген өсу ретімен жазасыңдар. Ең кішкентай сан қайсысы? Өсу ретімен жазатын болсақ, медианасы көбісі осы медиананы ұмытып қалады. Ең кішкентай бұл жерде бізде 28, 28-ден кейін 37, 37-ден кейін 43, 43-ден кейін 52 деген мінекей осы сандарды өсу ретімен жазып алдық. Енді дәл ортасында тұрған санды аламыз. Ортасында кейде бір сан, кейде екі сан тұрады. Екі сан тұрса, екеуін қосып екіге бөлесін, медиана шығады. Бір сан болса, бір санның өзін алсалсын. Қазір 37-ге қосасын 43-ті және де бөлесін 2-ге. Сол кезде бізде 40 деген сан шығады. Сонда медианасы 40-қа тең болады екен. В деген жауабымыз дұрыс. Ұмытпаңыз, медианасын табатын кезде өсу ретімен сосын ортасындағы санды аласың. 2 сан болса, екеуін қосып екіге бөлесін. Бір сан болса, өзін алсалсын. Мына жерде қандай функция екен анықта деген мынаның. Осыны біз табуымыз үшін бүйтесіңдер, y тең болады 2 азайтылған x көбейтілген x минус x плюс 4 дейді. Енді осы жерден жақшаны ашатын болсақ, былай болады. Жақшаны ашатын болсақ, мынаны былай көбейтіледі. Y тең стандарт түрге мынаны жазып алуымыз керек. 2 азайтылған минус x-қа x-ті көбейтсек x квадрат болады. Минус x-қа 4-ті көбейтсең, плюс 4-ті көбейтсең, минус 4x. Ендігі мәселе мұны жерде минус x квадрат, минус 4x плюс 2 болатын. Стандарт түрде жазатын болсақ, ең үлкен дәрежесін бірінші жазамыз, одан кейін бір дәрежен, одан кейін x жоғын жаздық. Мінекей стандарт түрде жазып алдық. Функция дайын. Енді осының түріне қарап, қандай функция деп айта аласыңдар? Осының түріне қарап, қандай функция деп айта аласыңдар мынаны? Түріне қарап, кішкене ойланатын болсақ, ол минус x квадрат, минус 4x плюс 2. Енді оны кубтық функция деп айта алмайсың, себебі кубы жоқ қой мына жерде. Кубтық функция дегеніміз y тең қандай да бір мынандай бір функция беріледі. Мінекей соның ішіндегі ең үлкен дәрежесі бізде андай куб болатын болса, сол кубтық функция болады. Мінекей мысал ретінде мынандай. Кубтық функция. Бұл кубтық функция емес, бізде оны сызып тастаймыз. А деген жауап қате. Квадраттық функция дегенге мінекей осы квадраттық функция біз жазып тұрған функция ол квадраттық функцияға келеді.
себебі ең үлкен дәрежесі квадрат болып тұр. Мінекей x квадрат деген былай төңкеріліп қалған болады. В общем, функциясы графигі. Сонда бұған анықтама айтатын болсақ, y тең деп басталады, сосын x квадрат, мына жерде 4x квадрат минус 7x плюс 8 деген секілді функциялар, общем, квадраттық функцияға жатады. Осы қазір бізден сұрап тұрған зат ол квадраттық функция. Ол түсінікті болған шығар. Қандай да бір y тең x квадрат бірдеңе сандар беріледі, соның ішіндегі x-тің ең үлкен дәрежесі қандай болып тұр, сонымен айтылады. Квадраттық функция болса квадрат, куб болса куб деген секілді. Бізде қазір ең үлкен дәреже квадрат болып тұр, сонда квадраттық функция болады. Көрсеткіштік функция дегеніміз қандай? Көрсеткіштік функция дегеніміз y тең болады, дәрежесінде x болатын болса, мінекей 2x, мінекей мынау квадрат, бұл көрсеткіштік функция болып есептелінеді. Одан кейін сызықтық функция дегенге y тең болады, және 7x минус 5, және тек x-тің өзі ғана, x-тің ешқандай дәрежесі жоқ, және бөлшектің бөлімінде ондай емес, кәдімгі түр осындай болып тұратын болса, осыған ұқсас болатын болса, ол сызықтық функция болады. Түсінікті болған шығар, иә? Квадраттық функция деген осының өзінен біраз түсініп алуға болады. Мінекей квадраттық функция. Бізден сұраған зат квадраттық функция екен. Енді келесі қатынасқа байланысты берілген есеп екен. Жастарына байланысты ақшаны бөліп бер деген, яғни 15 бөлінген 11 бөлінген 9 қатынасындай қылып бөлуіміз керек. Көбінесе былай жазады. Көбінесе мінекей мына түрінде жазады. Бұл есепте енді сөз түрінде жазған екен. Сөз түрінде яғни осы есептердің барлығын былай жазсақ болады. Мынау бізде 15x дегеніміз ол ерболдың өзі қосылған, 11x дегеніміз ол бізде қарындасы, інісі, ал 9x дегеніміз ол қарындасы. Мінекей сол үшеуінің ақшасын қоссақ 2800 теңге шығуы керек. Енді осы теңдеуді шешесіңдер. Қайталап өтейін, мынау ерболдың ақшасы, мынау інісінің ақшасы, мынау қарындасының ақшасы. Барлығын қоссақ бізде 35x болады. 35x тең 2800, x тең 2800-ді бөлесін 35-ке, x тең болады 80 болады. X-іміз 80-ге тең болады. Бұл бізде x. Енді біз жаңа айтып өттім, мынау ерболдың ақшасы, мынау інісінің ақшасы, мынау қарындасының ақшасы деді. Бізге інісінің ақшасын тап деді, яғни 11-ді көбейтесін x-қа 80-ге, сонда ол бізде 880 теңге алған екен інісі. Қарындасын тап десе 9-ға көбейтетін едік 80-ді. 9-ға көбейтетін едік 80-ді 720 теңге алған. Егер ерболдың өзін тап десе, ол кезде жаңа 15-ке көбейтесін 80-ді, сол кезде ерболдың ақшасы шығатын еді. Бізге енді кімдігін інісін тап дедік, таптық 880, түсінікті болды деген ойдамын. Келесі, мына қарбыздың көлемін тап деген көп сөз айтқанмен, көлемін тап деген жауап метр кубпен, сондықтан метрге айналдыра саламыз. Мына затты білуіміз керек. 1 метрде бізде 100 сантиметр бар. 20 сантиметрді метрге айналдыруымыз үшін 100-ге бөлеміз. Сонда 20 сантиметрді 100-ге бөлетін болсақ, 0,20 метр болады. 0-ін көрсетпей жазып қойсыңдар да болады. Енді сендерге түсінікті болу үшін сөйтіп жазып қойсайын. Көлемін табатын болсақ, сонда 0,20-ға көбейтесін 0,20-ны көбейтесін 0,20-ны көбейтесін 0,20-ға. Мінекей осыны метрмен есептейтін кезде метр болатын жер жауапта метр болатын болса, онда метрмен есептеуіміз керек. Сантиметрді сол үшін метрге айналдырып алдық. Көбейтетін болсақ, 0,0 калькулятормен көбейтіп жүрсіңдер, 1008 деген жауап шығады метр кубпен. Сонда бізде мінекей д деген жауабымыз дұрыс екен. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі есеп неше үшбұрыш бар екенін тап деген. Бірінші біреуліктер санаймыз. Біреулік қазір өзі жалғыз тұрғандар, мінекей біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 5 үшбұрыш бар. Енді екеуліктерді табамыз. Екеуліктер мінекей бұлай болады. Екеуі жабысып қалғандарды, екеуі жабысып қалған. Мінекей мысалы мынау екеуі жабысып қалған
мінекей мынау бізде екеуі жабысып қалған үшбұрыш. Сосын мынау екеуі жабысып қалған үшбұрыш. Міне екеуі болды. Одан кейін мынау екеуі жабысып қалған үшбұрыш. Үшеу болды, және де мынау екеуі жабысып қалған үшбұрыш. Төртеу болды. Сонда төртеу. Сонда екеуін бір-біріне. Сосын ойланасыңдар, тағы да бар ма деп ше, үшеуі жабысып қалғандар болуы мүмкін мысалы. Үшеуі жабысып қалған жоқ, ондай жоқ. Сәл ойланасыңдар, осы жерде тағы қандай үшбұрыш бар деп ше. Енді мен бұны жаңа алдын ала шығарып дайындалдым ғой, сондықтан басқасы жоқ, 9 үшбұрыш бар екен мінекей. Осылай бөліп істейсіңдер. Үшеуі жабысып қалған, төртеуі жабысып қалған деген секілді, ол басқашасы жоқ. Тек осы біреулік пен екеулік қана бар. Болды, өстіп оңай. Шатаспай қосудың тәсілі болса. Бұлайды шығаруға болады, енді шегаттан да көп емес қой, шатаспайсыңдар деп ойлаймын. Кеттік келесі. Мына жерде санды өшіріп тастаған кезде 3 таңбалы сан шығу керек. Мынаны өшіріп тастайық, давайте мынаны өшіріп тастайтын болсақ, 4, 6, 0. Міне 4, 6, 0 және де 8-ді өшіріп тастайын. Сол кезде 235 деген сан шығады. Бізде бұл тағы да, егер мына сандарды өшіріп тастақшы, мынаны өшіріп тастасақ, қалай болады? 4, 6, 3, 5. 4, 6, 3, 5. 208 деген сан шығады. Рет өзгермейді деген қараңдар. Жаңа 203 деген санды құрастыруға болады ағай деп кейбір оқушылар айтуы мүмкін да, бұл жерде санның ретін былай ауыстыруға болмайды, сондықтан тура осы күйінше қалуы керек. 208, сосын тағы да қалай? Мына цифрлар 4, 6, 5, 8. 4, 6, 5, 8. Миыңды қозғағың келмесе, осылай 230 деген сан қалды. Тағы да мынаны өшіріп тастасақ, 4, 6, 2, 8, 350 деген сан болды. Енді ең кішкентай дегенде қайсы сан пайда болып тұр? Сонда мінекей В деген жауабымыз дұрыс екен. Ең кішкентай осы болып тұр. 208 пайда болады екен. 203 пайда болмайды. Реттілігін ауыстыруға болмайды. Сол үшін 203 болмайды. Мінекей сонда В деген жауабымыз дұрыс. 208. Осы ретін ауыстырмай сандар сызып тастаған кезде ең кішкентай дегенде 208 деген сан пайда болады екен. Келесі есеп таяқ. Мына таяқпен жаңағы төрт бұрышты зат құрастыруымыз керек. Ол үлкен болу керек, барынша үлкен болу керек. Бізде бірнеше түрлі варианттар бар. Біреу сопақтау болуы мүмкін, немесе квадрат сияқты болуы мүмкін, немесе сәл орташалау болуы мүмкін деген секілді. Екі түрлі вариант бар: сопақ немесе квадрат пішіндес. Енді ол ауданы үлкендеу болу үшін, расход аз кету үшін негізі квадрат пішіндес болғаны дұрыс. Мен оны алдын есептеп көріп тастағам. Егер қандай осындай бір заттардан бір төрт бұрыш құрастыру керек, оның көлемі барынша үлкен болу керек дейтін болса, ол квадратқа барынша ең максимум дегенде квадрат болатын болса, ол көлемі үлкен болады. Осы заттардан, материалдан төрт бұрыш зат құрастыру, оның көлемі үлкен болсын дейтін болса, аудан үлкен болсын дейтін болса, көлемдік аудан. Ендігі мәселе, бұл жерде енді мына жағын 4, мына жағына бір таяқты қойсақ болады да, мына жағына сосын 8 таяқты қойсақ болады. Сол кезде 9, мына жерде 8 таяқ, мына жерде бір таяқта. Сонда бұның ауданын табатын болсақ, әрқайсысы сантиметр емес, мына жерде метр, мына жерде сантиметр емес, метр. Мына жерде грамматикалық қате кеткен. 4 метрге тең болса, әр таяқтың ұзындығы. Сонда мынаның ауданын табатын болсақ, ұзындығы мен енін көбейтін сол, а көбейтілген б. Каждый бір ағаш бізде, бір ағаш деймін ба, таяқ деймін ба, не дейміз? Таяқ, таяқ 4 метрге тең. 4 метр. Сондықтан 4-ке көбейтесін 32-ні. 8-ге 4-ті көбейтсең 32, мына бір таяғын 32, мына екеуін көбейтсең, сонда бізде 128 метр квадрат болады. Метр квадрат. Бізде енді барынша үлкен болу керек. Қараң, жауапты құрасыңдар, одан үлкен жауаптар бар демек, тағы да басқашалай құрастыруға болады деген сөз. Сосын тағы қалай құрастырсам болады деп ойланасыңдар. Төрт бұрыш сәл ойланатын болсаңдар, мына жағын 4-еу, мына жағын 4-еу, мына жағын 5-еу деген вариант келеді бастарыңа. Мына жағын 4-еу, мына жағын 5-еу деген вариант келеді. Сол кезде общий мына жер 5-еу, мына жер 5-еу, мына жер 4-еу. Общий сонда 18 таяғымыз кетеді. Енді осының ауданын табатын болсақ, 4-4 16 болады. 16 метр былайынан 20 болады. 16-ға 20-ны 320 болады.
Сосын ағай бұдан да үлкен қылып құрастыруға болады, сіз мынаны ұмытып кеттіңіз дейтін оқушылар болады. Иә, бұдан да үлкен құрастыруға болады. Ол кезде уже бізде ағаш сындыруымызға тура келеді. Яғни мына жағына 4/5 ағаш, мына жағына 4/5 ағаш. Сол кезде 4/5 ағаш болған кезде былайына 18 метр. Яғни бір ағашты сындырамыз. Бір ағашты ұзындығы бізде 4 метр ғой, соны сындырып тастайтын болсақ 18 метр, 18 метр. Яғни 4,5 ағашты мына жақ қоямыз, 4,5 ағашты мына жақ қоямыз. Каждый 4 метрден сонда 18 метрден болады. 18-ге көбейтесің 18-ді 324 метр квадрат деген жауап шығады. Бірақ бұл ағаш сындыруға болмайды. Әрқайсының ұзындығы 4 метрге тең. 18 таяқтан 4 құрастырды. Осы 4 ең үлкен дегенде ауданы 320 болады. Бізде ағаш сындыруға болады деген зат айтылған жоқ, сондықтан оны сындырмаймыз. Мінекей, сонда А деген жауабымыз дұрыс екен. 324 деген жауап жоқ бұл жерде. Түсінікті болды деген ойдамын, иә? Мынаны ағашты сындыруға болмайды, мынау ағашта. Айтылмаған берілгенде, но үшін сындыруға болмайды оны. Түсіндіре алдым деген ойдамын, ерекше өстіп, әдейілеп берілген. Апелляцияға берсең қабылдамай қалады, 324 деген жауап жоқ қой десең. Бұны ағаш сындыруға болмайды деп айтады саған. Түсінікті болған шығар. Мынандайға үлкен құрастыруға болады, бірақ ағаш сынады бұл жерде. Ағаш сынады деген түсініп тұрсыңдар ма? 4,5 ағаш болып қалды да, мына жағына 4,5 қою керексің. Сынбайтын ағаш ол. Кеттік. Келесі, мына жерде енді арифметикалық ортаға байланысты, арифметикалық ортаны жақсы түсінетін болсаң, тез шығарып тастауға болады. X алқабы. Бірінші алқап, одан кейін екінші алқап. Сосын, мына сөйлем жақсылап оқимыз. Бірінші алқаптың ауданы, екінші алқаптың ауданынан мынанша сантиметрге кем. Мынанша гектарға кем. Біріншісі кем екен. Демек, екіншісін X деп аламыз, біріншісі екіншісінен кем деп тұр. Яғни 3,48 гектар кем екен. Демек, екеуін қоссаң, былай мына, екеуін қосып, екіге бөлсең арифметикалық ортасы шығады, дұрыс па? Екі алқаптікі, мынау X, мынау. Сосын сол кезде 27,49 шығады. Қараңдар, осы жерде кішкене логикамен мынау орташаны, арифметикалық ортасын мынау екіге көбейтетін болсаң, всегда сол екі алқаптың жерлерінің қосындысы шығады. Сонда былай болады. X минус 3,48 қосылған X. Сонда 27,49-ды көбейтесің екіге, всегда сол екі алқаптікі дейтін болса, екеуін көбейтесің. Футболистер жастардың қосындысын табатын кезде 11 футболист болса деп алдыңғы нұсқаларда көрсеткен едім. Соған ұқсас мына жерде екі жер болған кейін екіге көбейтесің. X-қа X-ті көбейтсең 2X болады. Сосын ананы көбейтсең бізде шығады. 54,98. Сосын мына бетке қосу өтеді. Минустан келесі бетке қосу болып барады. Қосу болып барады. 3,48 общем. Кеттік келесі мәселе. Сосын мына бетке бөлу барады. Екеуін қосамыз. Екеуін қосқан кезде бізде шығады 58,6 деген осындай сан шығады. Сосын 2-ке бөл жересіңдер, сол кезде X-іміз шығады. 2-ке бөлген кезде бізде шығады қанша? 2-ке бөлген кезде 29, 23 деген сан шығады. Мінекей. Сосын не істейміз? Бұл бізде X, яғни бұл екінші алқаптікі, мынау X екінші алқап. Бізге бірінші алқаптікін тап дедім, яғни мына жердікін табуымыз керек. Яғни X-тан азайтасын 3,48-ді, яғни 29 бүтін бірінші алқапты тап деді. Міне бірінші алқапты мына жерге жазам. X-тан 29 бүтін жүзден
23-тен азайтамын 3,48-ді. Азайтатын болсақ, бізде шығады 25-те 75 деген 25,175 деген сан шығады. 25,175, яғни D деген жауабымыз дұрыс болады екен. Бірінші алғап тап десе, ол бірінші алғап осы. Екінші алғап тап десе, мынау екінші алғап. Осы екінші алғаптікі. Міне, ол x-ға тең. Бірінші алғап x минус 3,148, сондықтан 29,123-ті алып тастадық мынадан. Түсінікті болды деген ойдамын. Мағынасын түсінсең более-менее жеңілдеу болады. Жауаппен де жұмыс істеп тауып алуға болады. Мынаны теңдеуге қиналам ағай дейтін болсаң, жауаппен мынаны санды қойып, бірінші алғапқа мінекей мынаны қоясың, екінші алғапқа мынаны қос жібересің да, сөйтіп қараңдар, бірінші алғап мынау, осыны мынаған қосасың, екінші алғап шығады, екеуін қосып екіге бөлсең мына сан шықса дұрыс жауап болады. Жауаппен тексерем дейтін болсаңдар, қарашылық тәсілде тоже оңай. Осымен есептер легі бітті. Нұсқа талдау пайдалы болды деген ойдамын. Келесі эфирлерде жолыққанша күшті настроениемен жүреміз. Көріп жүреміз.